Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге Каспи приложение арқылы ИП төлемдерін төлегеннен кейінгі шығатын пеня, яғни уақытылы төлемеген төлемдер үшін шығатын пеняны қалай төлеу керектігін көрсетемін. Ол үшін мен каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол үшін платежи бөліміне барамыз. Осы жерде «Все» деген жерге өтеміз. Штраф и налоги және платежи для ИП. Енді ең бірінші медстраховка қалай төлейміз. Бұрын взносы на обязательный соцмедстраховка дегенге төлейтін едік. Енді пенясын отчисление и взносы обязательный соцмедстраховка дегенге. Осы жерде таңдаған кезде КМП 124 дегенді таңдайсыз. Пеня төлеген кезде. Пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС. Осыны таңдайсыз. Период оплаты. Сіз қай периодқа төлеп жатыр, қай периодтың төлеміне пеня шықты, соны таңдайсыз. Мысалы 2024-тің бірінші полугодиясы болса, сол январды таңдайсыз. Келесі иін платежка. Сіз ИП кімнің атында, соның иінін жазып төлей қоясыз. Және пеня мысалы 66, 77, 100-ге жетпейтін сан болса да 100 теңге төлеп жіберсеңіз болады. Келесі пенсионное отчисление. Обязательные пенсионные взносы. Мына жерде КМП 0,10 деп тұр және 0,19. Пенсионныйдың пенясы 0,19-ға төлейміз. Период жаңағыдай иін таңдай бересіз. Соцотчисление тоже тип платежа дегенге барасыз. КМП 0,17 ол керек. Период оплаты және иін таңдап суммасын жаза бересіз. Келесі ОПВР. Обязательный пенсионный взносы работодателя. Период тип периода дегенге КМП 0,98 болу қажет. Және период оплаты қай периодқа төлеп жатсыз, соны таңдайсыз. Барлығын суммасын жерге жазып төлей бересіз. Пеня негізі бір күннің ішінде түсу керек. 1-2-3 күннің ішінде толық түсу керек, дұрыс төленсе. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.